Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін дүниетану пәнінің 25-ші сабағы, тақырыбы батырлар отанымыздың қорғаны, билер ұлы даланың даналары. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қазақ батырларының өмірбаянымен танысу және де қазақтың атақты үш биін ажырата білу. Ең алдымен батыр дегеніміз кім? Батыр елін, жерін қорғаған, ерлігімен, батылдығымен, рухымен, халық құрметіне бөленген жауынгер, халық қаһарманы. Осындай батырлардың бірі Бөгенбай батыр. Ол 13 жасынан жаумен шайқасты. Жоңғар шапқыншылығына қарсы соғыстың атақты қолбасшысы, Абылай ханның сенімді серігі болған. Қалмақ қырқын шайқасында ерекше ерлік көрсеткен болатын. Екінші батырымыз Қабанбай батыр. Ол Толыбай сыншының ұлы. Шын аты Ерасыл. Дарабоз батыр деген атқа ие болған. Қабанбай батыр 100-ден астам шайқасқа қатысып, қазақ жерін азат етуге үлес қосқан. Үшінші батырымыз Наурызбай батыр. Ол 10 мың қол әскерді басқарған. Абылай ханның жақын серігі, жорықтас батыры болды. Наурызбай батыр Талдықорған, Жетісу өңірлеріндегі ұрыстарда ерекше ерлік көрсеткен. Енді қазақ халқының билеріне көшейік. Билер ел ішіндегі әділдікті орнатқан, дау-жанжалдарды шешкен, ел бірлігі мен татулығын сақтаған дана, шешен, әділ халық басшылары. Билер сот, заң, тәрбие және ел басқару ісінде үлкен рөл атқарды. Қазақ халқының атақты үш биі бар. Олар жеті жарғы заңын құрастыруға қатысып, елде әділ билік жүргізген. Ұлы жүздің биі Төле би, орта жүздің биі Қазыбек би, ал кіші жүздің биі Әйтеке би болған. Осы үш биді жаттап, есте сақтап жүріңдер. Ал енді сабағымызды қорытындылайық. Батырлар ел тәуелсіздігі мен жер тұтастығын қорғаған қаһармандар. Олардың ерлігі ұлт рухының мәңгілік үлгісі. Билер халықтың даналығы мен әділдігінің бейнесі. Ел бірлігін сақтап, тәрбие мен заңдылықтың негізін қалаған тұлғалар. Батырлар мен билер қазақ халқының тарихындағы рухани тірек. Олардың өнегесі мен ерлігі бүгінгі ұрпаққа үлгі болып қала береді. Сабағыма қатысқандарыңа көптен көп рахмет. Алдағы уақытта өз біліміңдеріңді бекітесіңдер.